Бонжур, сіздермен бірге Дайреп. Бұл оңай ақшаның екінші сезонының бірінші сериясы. Сіздерге дұрыс естілді. Бұл екінші сезон, бұл бірінші серия. Және оңай ақшаның рубрикасының не екенін білмесеңіздер, және біздің каналда ең бірінші рет болсаңыздар, онда айтып кетейін. Ең алдымен оңай ақшаның бірінші сезонын қараңыздар. Сонда бәрін түсінесіздер. Және осы видеода шамалы айтайын. Оңай ақша рубрикасында біз ақша табатын боламыз. Қалай ақша табамыз? Біз интернетте адамдарды алдаймыз, немесе алдамаймыз, немесе шын өмірде алдаймыз или алдамаймыз. Және сіздер өздеріңіз білесіздер, не істесеңіздер де. Алдағыларыңыз келмесе, онда алдамайтын видеоларды қараңыздар. Және менің инстаграмыма, твиттеріме және телеграм каналыма тіркелуді ұмытпа. Барлық ссылка төменде. Жарайды, схема. Схеманың мақсаты неде? Бұл өмірде емес, интернетте. Және біз бұл серияда адамдарды алдайтын боламыз. Ең бірінші бізге бір қыздың страницасы керек. Ол страницаны сатып алуға болады. Ссылка төменде. Мен осы адамнан страницалар сатып аламын, және баяғыдан бері сатып алып жүрмін, оңай ақшаның бірінші сезонынан бастап. Ол адам өте тез, және страницалары барлығы качественно. Әсіресе қыздардың друзьясы көп, посттар бар. Мен сол адамнан сатып аламын. Қыздың страницасын сатып алдық. Енді бізге не керек? Енді біз фишинг сайт жасайтын мастер табуымыз керек. Фишинг сайт дейтін бұл, мысалы, ВК-ның фишинг сайтын кейбір адамдар жасайды. Бұл дизайны ВКонтакте сияқты, бірақ бұл просто копиясы. Және сіз сол копияда логин паролін жазып, сіздердің страницаларыңызды взломать етіп алуы мүмкін. Осыны фишинг сайт дейді. Барлық сайттың фишинг сайтын жасауға болады. Сондай копиясын істейтін адамға ссылка тоже төменде. Мен осы адамға жасатамын баяғыдан, бірақ сіздер любой жерде тауып аласыздар. Өздеріңіз біліңіздер. Бұл адамға барасыздар ма, бармайсыздар ма? Басқа жерден де тауып алуға болады. Просто бұл адам қазақ, сондықтан маған шамалы оңайлау келді. Енді не істейміз? Қыздың страницасын алдық, друзьясы нормально. Сіздерді фейк деп ешкім ойламайды. Аламызда енді примерно 15 жігітке, именно жігітке дружба тастаймыз да привет деп жазамыз. Барлығына 15 адам. Сіз қыз болғасын, сол жігіттер сразу сіздерге ответ береді. Сосын сіздер немного флиртовать етіп, сөйтіп жазасыздар. Сіздер жігітсіздер, қыздардың атынан бұлай жазған қиын шығар. Бірақ сонда да ақша табу үшін істеуге болады. Сіз қыздың атынан сынып атқан қысап сөйтіп жазасыздар. Жігіт сізге сену үшін. Сіз просто бір қалада тұратын 15 жігітке жазасыздар. Просто ВК-да поискке жазасыздар, сосын параметрі поиск дегенге басып, город дегенге, мысалы, Атырау, или Орал, или Өскемен, или Шымкент, соны таңдайсыздар да, мысалы. Міне видеода көрсетілгендей. Осылай таңдайсыздар да, сол бір қалада тұратын адамдарға жазасыздар. Сосын олармен жайлап әңгімелесе бастайсыздар. Пошлый темаға болсын, әйтеуір арасында күліп, сөйтіп, арасында поцелуй жіберіп, жүрек жіберіп сөйтіп отырасыздар. Осы кезде ол сізді кездесуге шақырады. Мысалы, жаңағы жігіт Өскеменде тұрады деп есептейік. Просто мысалға. Сіз де өзіңіздің ВК страницаңызда городты, өзіңіздің страницаңызда информацияда Өскеменде қойып қоясыз. Жаңағы жігіт жазады, типа кездесейік деп. Сіз оған жарайды, кездесейік, бірдеңе дейсіздер. Сосын әрі қарай отвечать етпейсіздер. Потом келесі күні жазасыздар. Мүмкін киноға барайық, бірдеңе деп предложить етесіздер. Содан соң жаңағы жігіт жазады. Қай кинотеатрға, қай жерге, қандай киноға деп. Ол да өзінің ұсыныстарын тастайды. Мүмкін мына киноға барамыз, мүмкін мына киноға барамыз деп. Сіз обязательно жазуыңыз керек. Бұл кино ұнамайды, бұл кино ұнамайды дейсіздер де. Жаңағы фишинг сайтын жасайтын адамға барасыздар да, сол Өскемендегі бір кинотеатрдың официальный сайтын тауып, соған фишинг сатып аласыздар. Сол фишинг сайтын ссылкасын сізге береді. Ол ссылканы ол адам өте тез жасайды. Примерно бір 10 минутта или 15 минутта. Ол адам өте тез жасайды. Содан соң жаңағы жігітке жазасыздар. Ссылканы лақтырасыздар да. Міне осы киноға барайық, билетті бронировать етуге болады. Мен жарты суммасын, сен жарты суммасын, может дейсіздер.
жігіт джентльмен болса, онда барлық сумманы өзі төлейді. Мысалы 1000 теңге деп есептейік. Просто мысалға 1000 теңгені өзі төлейді. Ал егер ол сізге сенбесе, бұл алдау шығар деп шамалы сенбесе, шамалы сеніп, шамалы сенбей тұрса, онда жарты суммасын сіз төлейсіз, жарты суммасын ол төлейді. Бірақ сіздің төлеген ақшаңыз өзіңізге бәсеуір қайтып келеді. Содан соң жаңағы жігіт сол сайтқа ақшаны жібереді. Онлайн түрде билет алады. Себебі шын өмірде билет алу бұл қазір кім олай істейді. Ол билет онлайн түрде алады, ақша жаңағы сайтқа барды. И все, сіз оны ЧС-қа лақтырасыз. Сосын жаңағы сайтқа кіресіздер и ақшаны өздеріңізге аударып аласыздар. Қалай аударып аламыз деген сұрақ қойылуы мүмкін. Фишинг сайт істейтін адамға айтасыздар. Жаңағы фишинг сайт істейтін адам сіздерден сұрайды киви номеріңізді. Сіз оған киви номеріңізді бересіз. Ол сосын киви номеріңізді сайтқа қойып қояды. Мысалы билетке ақшаны төлегенде сіздің ол ақша сіздің кивиге тікелей бару үшін өйстіп қойып қояды. И все, болды. Ең күштісі, ең жақсысы, сіз жалғыз бұл адаммен емес, сіз осымен қатар тағы да 14 жігітпен, барлығы 15 жігітпен қатар сөйлесіп отырасыздар. Шатасып кетпеңіздер. Жай ғана шатаспаңыздар. Фишинг сайт қанша тұратыны жаңағы адамның өзінен сұраңыздар. Ол баға әртүрлі болуы мүмкін, просто сайттың дизайнына байланысты. Так, енді схеманы білдік, ақша табатын схеманы тыңдап алдық. Енді менің лайв каналыма және 3-ші каналыма тіркеліп кет. 3-ші каналымда новидан видеолар шықты. Сенімен болған Дереп, бұл жаңа сезон. Келесі серияны көп күтетін шығарсыздар. Бәріңе пока.